Алматы қаласында ер адам әйелін тапаншамен атып өлтіріп, артынан өзіне қол салған. Көршілердің айтуынша 48 жастағы азамат пен оның жұбайы ажырасу үстінде болған. Олар қайғылы оқиғаға қызғаныш себеп болды дейді. Қылмыс болған үйде ерлі зайыптылардан бөлек ұлы мен келіні тұратын көрінеді. Бірінші болып ата-анасының мәйітін жұмыстан оралған ұлы көрген. Қылмыс ер азаматтың қызғанышынан болды. Күйеуі әйелін өлтірді. Мәйіттерді кешкі 19:20 шамасында анықтадық. Ол жұмыстан келіп, маған бірден қоңырау шалды. Полиция кешкі 7:30-нан таңғы 5-ке дейін болды. Жан түршігерлік оқиғаның мән-жайын полиция департаменті анықтап жатыр. Аталмыш дерек Наурызбай ауданында орын алған. Алдын ала болжам бойынша отбасындағы жанжал кезінде 48 жастағы ер адам әйелін өлтіріп, өзіне өзі қол жұмсаған. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелді.